Боз торғайдың жаралуы. Адам ата мен Хауана жерде тіршілігін түлеткен сәтте қауіп-қатер көп еді. Жын-перілер түрлі аңның бейнесінде келіп, оларды өлтірмек болыпты. Бір күні бір қара дию жыланның кейпіне еніп, үйді торуылдап жүреді. Адам атаның өріске кетіп, Хауананың ошақ басында жүрген сәтін пайдаланып, киіз үйге ылып беріп кіріп кетеді. Бұрыш-бұрышпен үнсіз жорғалап бесікте жатқан бөбектерге таяды. Тәтті ұйқының құшағында жатқан егіз сәбиді шағып өлтіруді ойлайды. Тілін бөпенің бетіне жақындатқаны сол еді, шыр-шыр еткен дыбысты естиді. Жалт қараса, ғайыптан титімдей торғай пайда болыпты. Ол тыным таппай шырылдап ұшып жүреді. Жылан оған атылып, қанша ұмтылса да ұстай алмайды. Боз торғайдың шырылдаған үнін естіп, Хауана мен Адам ата жүгіріп келеді. Жылан боз торғайды ұстай алмай, әлі қуалап жүр екен. Адам ата 8 өрім қамшымен жыланды салып кеп жібереді. Сол сәтте ол дыюға айналып, үйден қаша жөнеледі. Торғай Хауананың иығына қонады. Ол беймәлім құстың қайдан келгенін білмей таңырқайды. Хауананың игі әдеті шашын тараған соң қылын жерге түсірмей үнемі жинап жүреді екен. Жылан үйге келгенде сол жиналған шашы Тәңірдің құдіретімен торғайға айналыпты. Сөйтіп сәбилерін аман сақтаған екен. Адам ата торғайды алақанына салып, «Бәрекелді, боз құсым. Тәңірім бұл торғайды бәле-жаладан жырақ қылсын. Өзіне көк шалғынды даланы тұрақ қылсын. Әсем үн бер, үніне бүкіл ғалам құлақ түрсін», деп батасын береді. Содан боз торғайға әсем дауыс дариды. Ол құлқын сәріден сайрағанда, барша жаратылыс қыбыр етпей елтіп тыңдапты. Дауысын естіген жан қайғы шерінен арылады екен. Тоқтамай тағы сайрашы деп жалынады екен. Осы оқиғадан соң жын-пері әйелдің шашына қас болыпты. Ал боз торғай адаммен дос болыпты. Адам атаның қамшысы қатты тигені сонша, жын-перілер әліге дейін қамшы ілінген үйге жоламайды екен. Әйелдің шашын далаға тастамай жинап жүруі осы оқиғадан тыйым болып таралыпты. Ал боз торғай алғаш рет Хауананың шашынан жаралыпты. Оны нақақ өлтірген адам Хауананың наласына ұшырайды деседі. Қазақта қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман деген тіркес бар. Яғни мамыражай тіршілікті атайды. Себебі боз торғай тыныштық сүйетін құс. Шықылықтап сайрағанда елде соғыс болмасын, тыныштық орнасын деп Құдайдан тілек тілеп тұрады екен. Егер жер бетінен торғай жойылып кетсе, үлкен экологиялық апат болады. Бір торғай 10 өсімдікті зиянкестерден қорғайды. Бір торғай өлсе, 10 өсімдік қурап қалады екен.